задний крыласын салдым орнына. Өйткені мынаны қараңыздар, сәл зазор үлкендеу қылып. Қазір мына жерден қырқам екеуінің бір несінен. Мына контактini істеп қойдым. Қолдан істеп қойдық просто. Мына тескен жерде варит ететін боламыз. Так, былай ғой. Короче, мынаусы кесе, ана сәл іште отыр. Барақ жағы. Былай болып тұру керек. Соны не істейміз? Мынаны бәрін қысқаннан кейін келеді, құдай қаласа орнына. Четкий болып. Мынау есікті перламент істеу керек. Асты, короче, пәтесі болса, үсті жағы былай шығып тұрады. Былай болу керек. Алдын крыласы. Короче, осы қазір крыланы қойып керек. Одан кейін дальше не қыла береміз. Короче, қойдық бәрін. Оны. Мына жерлер кішкене келе керек. Бұлайнан. Так, подвесі болып тұр. Мына жерін кішкене көтереміз. Мына жері олда кішкене көтерілу керек. Бұлайнан. Осылай варит етеміз. Мына жақ арасына басқан кезде мына жері кішкене тұрланады. Сонда подвесі олар бәрі бетімен бірдей болып. Мына жаңа етер жергеміз. Оны қысамыз. Оны алып келуіміз керек үшін. Так, қалай алып келеміз оны? Бұлайнан келеді. Тағы келтіреміз, итеріміз. Қаш бұлай тығып ұру керек. Сонда, мына бар, көрдіңіздер ма? Бұл негізі барып келетін нәрсе да, бұның өзін бар етпейміз. Мына жерден не оламыз? Тесемді осы жерден сіребет етіп ұстатамыз. Сонда ғана зор болады. Бәрін, короче, оны алып келіп, қысып, мынаны көтеру керек бұқтар. Мынаны бұлайны көтеру керек бұқты мына. Көрдіңіздер ма? Бұлай қойсаң, пәс болып тұр. Мынаны көтеріп, подвесос істеу керек. Осылай ұстатамыз мына. Зазор осындай. Притекті зазор. Бірақ зор варит етіледі. Бұны кемпимен ұрған кезде сәл тоқ көп болып. Жырс еткізіп ұрған кезде үстеміз астымен бірге ұсталады. Асты болғанда мынау темірінің қалыңтырының айтайық, мынау үсті ғана емес, ішімен бірге де құйылады. Түсінікті болды ма? Мына ішіндегі слой емес. Осы үстіндегі слойны екі шеті ұсталады. Ол тәжірибеден өткен. Мұнан бәрін қайырып шығатын боламыз. Мына жеріне бұлайнан келтіріп, мына өзінің келесін орнына келтіреміз. Мына жер кішкене кішіктеу болып тұр. Мына бұлай болу керек. Мына зазоры четкий болып тұр. Бер шетінің зазорда зор болып тұр. Багажны әлі біткен жоқпыз. Шаршадым, короче. Енді осыны қазір крыланы қояйық, сваркалеп, одан кейін дальше істей береміз. Шейіне крыланы қойып тастағанбыз. Мына жерден бәрін тачет қойдық. Мына жерде контакттар бар мына. Контакт. Қазір кішкене болгаркамен мынаны тазалайтын боламыз. Так, үш жақтары бәрі как положено болды мына. Түп-түзу болды. Енді не істейміз? Болгаркамен сваркалеген жерлерін толын алып тастайтын боламыз. Мынаны қайырып шығу керек. Оны қалай қайырып шығады, оны сіздерге бір сыпыра түсіріп кететін боламыз. И дальше мына жерде жұмысымыз бар. Оны тартуымыз керек. Бұл сонымен машинаны кімдерге, манерщиктерге тапсыратын боламыз.
Бұл жерде радиаторы кетіп қалған сияқты болып тұр. Бірақ тесілмеп, ішінде фреон тұр. Фреоны кнопканы басып көрсек, пысылдап ұрып тұр. Жақтарын түсіріп, полностью фотомен шығарып қойдық. Іштерін бәрін бітіріп қойдық. Короче, бізге енді сіздерге айтақ. Мына негізі ішке қарап қайырылып тұрады, қазір көрсетейін. Мына сияқты болып тұрады. Тура сол сияқты қалай ішке қайырамыз бұны. Қазір сіздерге көрсетіп өтетін боламыз. Көріп, қалай істеуін көресіздер балғамен. Аккуратно, жай соны істейміз ғой. Мына темірді аламыз да, мына жерге қоямыз. Сөйтіп жайлап темірді мына шетте дұрыс емес. Ол уже мынаны қайырып тастайды. Біз не қоямыз білесіздер ма? Осыны қазір сіздерге не қойып ұратынын көрсетемін. Балға гладкий, көрдіңіздер ма? Соны қоятын боламыз былайдан. Мына жайлап қайырамыз оны мына. Оны мынаны астынан бетіп ұрып полный мүжіп бетіп шығуға болмайды. Жаймен мына. Сыртында вообще не қалмайды, із қалмайды, миятина қалмайды сонда. Бүйтіп барып келе береміз, тықылдатып ұрып, осылай. Осының бәрін қайырып келе шығам. Сіздерге түсіреміз дальше. Короче, қайырып шықтық, мына іш жағын полный. Ол нәрсенің өзі аппараты бар. Так ұрып шығатын. Асты жағына, ұстап тұрасында ұрып шығады. Бірақ мына жерлердің бәрін мыжып тастайды. Мұны қырылған жоқ, сырылған жоқ. Мынанікі. Скотч қойдым ғой. Соныкі да. Так, ештеңе қырылған да жоқ, мыжылған да жоқ. Бұл жерге аркасына вообще шпаклевка сүртпейді енді. Түсінікті ма? Біреулер мұнан майыстырып шыққаннан кейін мыналар бәрі ударды бүйтіп майысып шығады. Кассаправта көріп жатқан болса, именно осы нәрсені қайырған болса, я солай болып жазып кетіңіздер. Өйткені барлық нәрсе неден? Алладан жайлап осылай болады. Мынада вообще шпаклевка деген нәрсе сүртілмейді. Қалай көрсетейін? Вообще бір миятина деген нәрсе жоқ. Мынаны аккуратно скотчты былайынан қоясыздар да, жайлап. Үштен жігіттер тек қана кішкентай балға бар. Мен осы баланы жақсы көремін бәріне қарағанда. Осымен ұрып шыға бересіз. Өйткені жай ұрылған нәрсе бәрі зор шығады да. Үлкен балғамен қайратын болсаңыздар болмайды. Енді болды, мына аркалерін қараңыз, ана светке қалай. Машина болып тұр, жақыннан да көрсеттім, алысынан да көрсеттім. Так, біздің енді істейтін тірлігіміз, мына зазорларын турлап кету. Например, мына жері былай болып тұрса, төбе жағы ашық болып тұрады. Или мына жер подвесі болса, асты жағы кішкене кіріп тұрады, соланыкін бәрін турлаймыз. Так болды, негізі, мынау беттерін турласақ болды. Зазорлары бәрі четкий болып тұр. Бәрінікі, короче, зазорлары как положено болып тұр. Тек қана біздің істейтін самайды шеден нәрселерін. Жаңа перламент, заводта да перламент тырс еткізіп анау арасына нәрсе қойып істейді ғой. Тура бұл бізде де дәл сондай. Мынау артындағы багажник қазір қолдан келгенше турлап кетеміз. Алдыңызда шығардық. Неаса хозяинға айтқан едім. Мына қараңыздар, мынаны болгаркамен үстін, мына болгарка емес, кішкентай болгарка бар. Орнында да жоқ. Короче, сол болгаркамен аламыз, бүйтіп терең болып жатыр да, сай болып жатыр. Оны спотермен шығарамыз орнына. Мына жері кішкене отырғызу керек болып қалады. Осы жерін аламыз, тәл сондай. Мына жеріне қазір қуып баратырмыз былайынан. Сонысы мына площадкасы осы жұқада үлкен. Соны ауыстырып жібере салайық десем, Шәке осыны істеп бере салыңыз деді. Соған енді шпаклевка сүртілмейтін болып шықсын деп едім. Мынада бәрі шпаклевка сүртіледі. Мыналарын кешегені шығарамыз.
Mынандай жерлер тұр. Оны құдай қаласа қазір сіздерге полный көрсетемін мына. Қазір қалай бір ұржат болып тұр. Мынаны араларына алып тастап. Мынау әлі терең мынау. Қазір ұшқыр болып тұр ғой. Мынауға есептейтін болсақ, тереңде тұр. Соны қазір бір сыпыра болғаннан кейін тағы сіздерге түсіріп жіберемін. Артындағы багажына бітіріп қойдық. Болды, машинаның, короче, мынасына қазір подлез соққы жасым. Аса кішкентай екен. Мына жер. Осылай мына жоғары жағы полный келіп тұр. Асты жағы келіп тұр, тек қана ортасы. Мына бірдей болды. Мына шүкір. Оны бірдей қойдық. Зазорларды четко болып тұр. Енді мынаны қырларын шешеді. Оны қазір істемеймін. Еркенше жаман шаршатқаным. Бәлкім машинамыз толығымен бітті. Құдай қаласа сіздерден подписка сұрап қаламыз. Мынау жері бар екен ғой. Бұны ертең істеймін. Бүгін демалыс. Бүгін 31 декабрьдің 31-і. Болды, машинаны бітіріп, қазір үйге демаламыз. Круговой обзор сіздерге. Бітіп тұр, короче. Жігіттер, мыналар бәрібір оригинал сияқты 0-0 болып келмейді. Кейбір жерлерде бәрібір айнса болады. Өйткені бұл нәрсе оригинал емес, машинаның өзінен шешілген емес. Жаңа новый да. Бірақ келе береді. Ана айтқандай емес та. Разницасын тек қана ұсталар білуі мүмкін кішкене. Светтерді әртүрлі болады. Бір-біріне түспейді, короче. Стикка сепкен ба? Грунтовка ғой, грунтовка. Жігіттер, бұдан кейін кіретін машинамыз Чанган 55. Алдым ордадан қадылған. Числоны негізі біріне кіргіземіз деген едім. Бірі демалам. X кіргіземіз. Бүгінге жұмыс бітті. Жазылып кетіңіздер. Тағы не есінен шықты, сіздерге түсірем деген. Есіне салып жіберіңіздер. Мынаның ішінде тазалап қойдық. Мына жоғары жақын. Енді дальше шүкір клейтті шағын. Шпак ұрып, краска дейді. Замоктан после покраска қоятын боламыз. Сіздерге нөмірім мына 695-36-52. Жігіттер, мына нәрсені тағы біреуін алдық. Өйткені бізде жоқ. Не үшін алып келмейді Қазақстанға түсінбей. Бірақ адам сатады, онда бір Полат деген ағамыз бар. Сол-ақ сатады. Басқа жерде еш қаяқта жоқ. Бар болса, менде бар деп жазып кетіңіздер. Мынандайлар енді көп. Олар көп. Тура мына сияқты нелер жоқ. Мына бұрын қалғанып. Оңға айтқан едені. Жаңағыдай қатырып 8 зор, бірақ 18 бұның 20 нешелігі де бар екен. Ол да зор екен. Мыналарды қырылып жатыр. Бірақ мына нәрсе жоқ. Гайковер дейді ма? Қандай өзі? Шерповер, гайковер.